Қайырлы күн достар, бүгін бізде мынандай найзер деген аппаратпен оливье салат жасайтын боламыз. Асыққан кезде өте ыңғайлы, әрбір ас үй ханшайымдарының үйінде болатын өте бір жақсы құрылғы деп есептеймін. Бүгін бізде бірінші картофелімізді алып осылайынан кезек-кезегімен әрқайсысын жібере береміз. Мінекей, картоплымыздың өзіңіз қалаған қалыңдықта жасауыңызға болады. Мінекейіңіз. Осылайынан барлығын салып шығасыздар. Өте ыңғайлы. Мінекей, жиналғанды осылайынан аламыз. Артықтарын алып тастайтын боламыз. Қайтадан барлығын салып, келесі сәбізімізді кірісеміз. Бұның ірі түрлері де бар. Ірі түрінен маған ұсақтау түрі қажет. Көрдіңіздер ме? Қандай әдемі. Бір тегіс болып, бір келкі болып шығады. Оларды осылайынан салып жібереміз. Салаттың әрбір жасалғанның бір тегіс, бір қалыппен туралғаны өте жақсы. Енді бізде жұмыртқамызды осылай салып көрсетейін сіздерге. Енді ыдысымызды алып тағы да босатып аламыз. Мінекей, бізде барлығы дайын болды. Енді менде мынадай етті қолдан турап алдым. Жылқының еті. Мен колбаса қоспаймын, ет қосамын. Енді тұзын бұрышын салып, жақсылап майонезбен араластыратын боламыз. Мінекей, бізде дайын болды. Енді осыны әдемі ыдысымызға салып, дастарханға ұсынатын боламыз. Менде айта кетейін, зеленый горошек қоспадым, себебі үйдегі бар заттардан жасадым. Сіздер міндетті түрде қоссаңыздар да, немесе қоспасаңыздар да өте жақсы ет, тұздалған қияр жақсы дәмін береді. Мінекей, бізде салатымыз дайын.